Кентау қаласының әкімі Дәурен Махажановтың тапсырмасына сәйкес қаладағы үлкен сауда орталықтарына рейдтік шаралар жүргізілді. Сауда орталық иелері мен қажет затын алушы тұтынушыларға бетперделік режимді сақтап, адам көп шоғырланатын орындарда санитарлық талаптарды ұстанып жүру керектігі түсіндірілді. Нарда отырып, адам айтып отырады. Орын көп болған специально келген адам бар мұнда. Bir adam kişi sırası sizlerin tümtüne alışıp бірақ енді бір танымды. Кешіріңізші, мен де құлағым алып тұтасың. Күнде көрсетін адам. Кешені тапсырма біз хаттама шықты. Мәселе болып тұрған енді орында болды да. Дұрыс, бізге айтып отырмыз. Негізі бұдан былай бетбаққа кіргізу ұқсатшым. Сол ертеңнен бастап сіз адам қоясыздар ма, не аласыздар ма? Маска шықпасы, маскасын басқа магазинде маска қойып жатыр. 20 теңгеде 30 теңгеде сатып жатыр на месте. Жоқтар кіргізбей жатыр. Осы үлкен магазинде түсіндіріп кетіп жатырмыз. Қалада көп емес болды, 20 шақты магазин бар. Үлкенде кіріп, енді қазір не өте көбейіп жатыр. Енді ол үшін бәрі сақтанбасақ, бір өмір жоқ, неғып адам саны көбейіп жатыр. Соның үшін сіздерге ескертіп кетіп жатырмыз. Ертең артынан тағы рейдке түсіп қалсаңыздар, уже түсініктемелеріңізді аламыз. Кентау қаласында COVID-19 індетін жұқтырған және пневмония ауруымен науқастанған белгілер анықталды. Қала әкімі шұғыл штаб құрып, індеттің алдын алу мен өршіп кетпеуіне жол бермеу мақсатында қажетті шараларды атқару керектігін штаб мүшелеріне тапсырған. Бүгінде қаланы індеттен залалсыздандыру бойынша құрылған 30 сектордың құрамы жаппай қала тұрғындарына қауіпті вирустан сақтану және болдырмау бойынша сақтық шараларын хабардар етуде. Қажетті жерлерге хабарламаларды іліп, көшелерді аралап, түсіндіру жұмыстарын атқаруда.